Қайырлы кеш, Ирина. Кеш жарық. Ирина, еліміздің әр аумағында тұрғындар жаппай жер аламыз деп өтініш жазып жатыр екен. Қолында бар жерлерін заңдастыра алмай келе жатқандардың да қатары тым көп. Олардың осы мәселені дәл қазір қозғауына не себеп болып отыр? Өйткені биылғы 1 қаңтардан бастап елімізде нысандарды қабылдау жүйесі реформаланды. Соған сәйкес қабылдау актісі бұрынғыдай жасалмайды. Бұған қоса ел наразылығын тудырған дүние арендаға алған телімін жекешелендіре алмай жүрген жұрттың жанайқайы. Бірге көрейік. Жер заңдастыру әлегі. 5 рет тексердіңіздер. Сонда неге бердіңіздер? Неге қарамадыңыздар дұрыстап? Нысанды қабылдау актісін алу неге қиындап кетті? Жөндеп айтпайды, я телефонға жауап бермейді. Осы жерде жүргенмен менің 7 айдан бері, осы документтің ізіне жүгіргенмен менің 5 жыл. Жалға берілген жерлер үй салынып бітсе де неге жекеменшікке өтпей жатыр? Есімов саяси шешім қабылдаған кезде ол жалғыз өзі қабылдаған жоқ. Алматының Алатау ауданында арендаға беріліп, әлі күнге жекеменшікке өтпеген телім көп. Естеріңізде болса, о баста жер дауы шыққан Алматының кейін қосылған аудандарының бірі Алатау дәл осы шиеленісіп кеткен телім дауын шешу үшін құрылған болатын. Шешімін таппаған, қордаланып қалған көп мәселе шешілді де. Бірақ осыдан 5 жыл бұрынғы Алматының сол кездегі әкімі Ахметжан Есімов беріп кеткен уәдеге қазіргі әкім Бауыржан Байбектің шешімі қарсы шықты дейді наразы ел. Есімовтікі қандай уәде еді? Бұл саяси шешім Есімовтің жаңағы аспаннан түскендігінен емес, халықтың мүддесіне шешу, халық тыныш отырсын, әлеуметтік жағдайы шешілсін. Бұлар менің бауырларым, бұл менің ұлтым, менің халқым деп шешкен болатын. Сонда Байбек соған қарсы ма? Біз осы мәселені Байбектің аузынан өзіміз естігіміз келеді. Алатау аудан тұрғындарының қоғамдық өкілі айтып тұрған мәселе былай туындаған. О баста аудандағы жер мәселесін шешу үшін құрамына Нұр Отан партиясы мүшелері, тұрғындардың өзі, әкімдік өкілдері кірген қоғамдық кеңес құрылғантын. Осы ұйым жұмысы нәтижесінде ауданда 7 мыңға жуық телім заңдастырылып, оның 4 мыңға жуығына жер жалға беріліпті. Бірақ телімге үй түскеннен кейін жерлерің жекеменшікке ауыстырылады деп қала басшылығы уәде берген екен. Алайда енді тұрғындардың телімдерінің жекеменшікке өткізілмей жатқан аздай аренда уақыты да созылмайды деген жауап алған. Я сдала документы на продление. Мен аренда уақытын создыру үшін жарты жыл бұрын құжаттарымды өткіздім. Бірақ әлі күнге дейін уақытымды созып бермеді. Комиссияның қарауында жатыр дейді. Бар жауаптары осы. Міне, қолдарында 2016 жылға дейінгі қабылдау актісі бола тұра, жерлерін меншіктей алмай отырған елге Алматы қаласы жер қатынастары басқармасының берген жауап хат осы. Оның бірінші бетінде қала әкімінің 2016 жылдың 28 сәуірі күні қолы қойылған қаулысы жүр. Онда түрлі себептері көрсетіліп, жер пайдалану құқығын беруден, жалды ұзартудан немесе жекеменшікке сатып алудан бас тартылсын деп жазылған. Тұрғындар болса жерді алып жатқанда, үйді салып жатқанда, биліктегілер өздері көрсеткен себептерін неге ескермеген деп өкпелі. Ешқандай ол учаскесін ешкім тартып алып жатқан жоқ. Жаңа салған үйінде тұра береді. Бірақ жер учаскесі жаңағы айтып кеткен қала құрылыс регламентіне қайшы келсе, ток жалғада қалады. Наразы топ о баста аудандағы шиеленіскен жер мәселесін шешу үшін құрылған Алатау ауданы әкіміне ғана үміт артып отырмыз дейді. Ал аудандық билік бұл мәселеге қатысты арнайы комиссия құрылатынын айтты. Бүгінгі күні біз қайдадан көтереміз, инвентаризация жүргіземіз, келесі аптада комиссияға алып шығамыз. Біздің аудан бойынша, рекреационный зона бойынша осынша құжат жаңа бар, водохранный полосада осынша құжат бар. Ал телімдері заңды болса да, үйлерін заңдастыра алмай жүрген тағы бір топ осы аптада қалалық сәулет және құрылыс басқармасы басшысының өздерін қабылдауын талап етті. Наразы топ нысанды қабылдау актісі өзгеріп кетуіне байланысты үйін заңдастыра алмай жүр. Бұл проблема бүкіл республика тұрғындарына тән. Заңның өзгеріп кетуінен әр жер әрқандай жаңағы заң шығарып айтады барсаң. Сонымен тоқтап қала береді. Салған құрылыстың барлығы қазіргі заң бойынша мына формада жасалу керек дейді. Ал бұрынғы қабылдау актісін алып тастап отыр. Яғни ол актіні декабрь айында тоқтатып тастады. Содан бері міне 7 ай уақыт өтті. Бұл азаматтарға үйді салып қойған. Үйін 2014 жылдың 1 қыркүйегінен кейін салып, яғни легализацияға ілікпей, заңдастыра алмай жүрген тұрғындардың тағы бір тобы осы аптада Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданында да наразылыққа шықты. Тұрғындар заң адам үшін жұмыс істеуі керек емес пе? Онда неге жаңа заң біз үшін жұмыс істемейді деп ашулы. Қалай не істейміз?
қайсысына кімге барамыз? Жаңағы барсаң біріне бірін сілтеу ғой. Архитектурға баратын, архитектор әкімшілік сотқа бар дейді. Сотқа баратын, ол прокуратураға арыз іздеу, оның бәріне білім жетпейді оның. Бұл кісілер меңзеп тұрған заң бойынша, яғни 2014 жылдың 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша толықтыру енгізілген. Бұл заңға сәйкес нысандарды қабылдау жүйесі реформаланған болатын. Принимает 4 человека заказ. 4 адам қабылдайды. Тапсырыс беруші мердігер компания техникалық және авторлық қадағалау, яғни мемлекеттік органдар нысандарды қабылдау жұмысына қатыса алмайды. Тіпті әкімшілік айыппұлдарын төлеп қойса да заң бойынша құжаттары түгел болмаса нысан қабылданбайды. Бірақ рұқсатсыз салынған үйлерде мемлекет қойып отырған талапқа сай келетін авторлық және техникалық қадағалау бола алмайды. Олар әу баста болмағандықтан, тиісті органдарға есеп беріп тұрмағандықтан, актке қол қоюға бірде-бір тұлға келіспейді. Яғни ең үлкен қайшылық осы. Тіпті 170 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл төлеуде актке еш көмек ете алмай тұр. Акт приемка жасау үшін бірінші жағдайда бізге оған қол қоятын кісілер. Бірінші авторский надзор қояды, екінші технадзор, үшінші застройщик. Біздің ауылымызда застройщик жоқ. Мердігер компанияға жүгінбек түгілі өз күштерімен де құрылыс салуға әрең күйі келіп отырған халық бұрынғы ел арасында бегунок аталып кеткен қабылдау құжатын қалдырса дейді. Әзірге елдің бұл тілегін Алматыдағы сәулет және құрылыс басқармасының басшылығы ғана ескеріп отыр. Өйткені осы күнге дейін үй салып қойған елдің еңбегі ескерілуі тиіс деген басқарма өкілі осы ұсыныстарын айтып ұлттық экономика министрлігіне хат жолдапты. Олар немесе актке қол қоюы тиіс тараптарды өзгертуді ұсынады. Мына заңның енді мына қабылдануға дейін жаңағы үйді салып қойған адамдарға бұрынғыдай жаңағы бегунок дейміз ғой, сол арқылы жаңағы үйлерін тапсыруға сондай мүмкіндік берейік, сондай өзгеріс енгізіңіздер деп, сондай біз өз пікірімізді, ұсыныстарымызды айттық. Бұл кісілерге Алматыдан басқа аумақтардан да осындай ұсыныс түссе бір ауыздан қолдаймыз деген жауап айтылған. Аталған мәселе талқыға түскен алқалы жиында. Бірақ ресми жауап ұлттық экономика министрлігінен әлі келмепті. Дегенмен хат жолданғалы бері аталған ұлттық экономика министрі вице-министрмен бірге отставкаға кетіп үлгерді. Ал жаңа құрам бұл проблемамен әлі танысып үлгермеген болар. Елімізде жер кодексі қабылданғалы бері қоғамның көңіл күйінің қалай күрт өзгергені баршаға белгілі. Тіпті Досаев мырза да тура осы жағдай үшін орнынан кетті. Сондықтан жаңа министр Қуандық Бишімбаев республика бойынша бірнеше мыңдаған отбасының әупірім деп салған үйлерін заңдастыруға жасалған кедергіні алып тастауға мұрындық болар деген үміттеміз. Ал Алматы қаласының арендалық жерге қатысты мәселесін Бауыржан Байбек қайтадан қарайтын болар. Әкім мырза мәселені алға бастағы бүгінгі қисайып кеткен үй сияқты жөндеуге келмейтін жағдайға жеткізбей шешу жолын табады деген сенімдеміз.